Сіз осы кескінді көріп отырғаныңызда жер бетінде мөлшермен 20-дан астам жанартау атылып жалын шашуда. Оның кейбірі енді ғана атылған болса, ал кейбірінің атылғанына бірнеше апта, тіпті бірнеше ай болған. Санаққа негізделгенде жер бетінде 1532 жанартау бар болып, бұлардың көбі кішкене немесе сөнген жанартау болғандықтан қазірше адамзатқа қауіп төндіре алмайды. Бірақ қазіргі бар жанартаулардың ішіндегі ең үлкен біреу атылса, онда бүкіл адамзат қиын жағдайға тап болуы мүмкін екен. Ал қазіргі ең үлкен жанартау болса, Америкадағы Сартас жанартауы. Орны Америкадағы Сартас мемлекеттік қорығы районында болып, тірі жанартау есептелінеді. Тірі жанартау дегеніміз атылу қаупі бар әлде сөнбеген жанартауларды меңзейді. Ғалымдардың тексеруіне қарағанда, Сартас жанартауы осыдан бұрын 3 рет атылған болып, яғни мөлшермен 2 миллион жылдың алдында 1 рет, 1 миллион 300 мың жылдың алдында тағы 1 рет, ең соңғы рет 650 мың жылдың алдында атылған екенде, болашақта да атылу қаупі бар дейді. Ендеше бұл жанартау атылса қандай болады? Егер бұл жанартау атылса, магма жалыны 8000 метр биіктікке дейін көтерілумен бірге атылған сәтте пайда болған жойқын сілкініс пен толқын лезде айналаға таралып, айналасындағы қалалар мен елді мекендерді түгел ойрандап жібереді. Әрі толқын мен сілкініс тоқтамастан жайылып, күллі солтүстік Америка құрлығына әсер көрсетіп, тіпті Тынық мұхит және Атлант мұхиттарына дейін жетіп, алып теңіз толқынын пайда қылады. Сонымен бірге жанартаудан шыққан ыстытөк бүкіл Америка аспанына жайылып, ыстытөкпен қоса магмамен бірге атылған тау жыныстарда Америка мен Канада территориясына жауып, түскен жерлерін қирандыға айналдырып, қалалардың ойран топырын шығарады. Әрі жайылған теңіз толқыны лезде айналадағы аралдар мен теңіз жағалауындағы қалаларды жалмайды. Тіпті қорқыныштысы, аспанға жайылған ыстытөктер уақыттың өтуімен бірге бүкіл жер шарының көптеген өңірлеріне дейін жетіп, бүкіл жер шарында климат өзгерісіне әкеліп соғып, жер шары мұздық дәуіріне қадам басады. Егер асқан бір техникамен аспан торлаған ыстытөктерді бір жай етпесе, онда кейінгі бірнеше жыл ішінде бүкіл жер шары бұрын-соңды болмаған кезеңге тап болып, бүкіл тіршілік жойылуы мүмкін дейді. Дегенмен де бұның барлығы тек болжал ғана. Сартас жанартауының қай күні атылары беймәлім, бәлкім ендігәрі мәңгілік атылмауы да мүмкін. Ал ақысыз қазақ жаттар тақта керек болса, сол аяқ жақтағы жалғанымды басып ақысыз түсіріп алыңыз.